Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен жасалуы өте оңай, жұмсақ әрі нәзік болып шығатын осы пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте қарапайым заттармен жасалады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация белгісін басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдымен ыдысқа бір жұмыртқамызды салып, кейін бір стақан қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кейін бір стақан жылы сүт және 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Кейін 2 стақан ұнымыздың алдымен жартысын електен өткізіп саламыз және 2 шай қасық қопсытқыш, яғни 10 грамм қопсытқышымызды салып араластырамыз. Ұнымыздың қалған бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай ешқандай түйіршіктері жоқ, бір тегіс қамыр шығуы керек. Формамыздың түбін және шеттерін жақсылап майлаймыз. Енді қамырымызды формаға құямыз. Кейін формамызды осылайынан қозғап, қамырды тегістеп аламыз. Енді осы пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 30 минутқа жібереміз. Пирогтың піскенін осылай ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Пирогымыз сәл суығаннан кейін формадан аламыз. Міне достар, біздің өте оңай жасалатын пирогымыз дайын болды. Осылайынан қант ұнтағымен әсемдеп берсеңіздер болады. Және достар, дәл осы рецептпен кекс дайындасаңыздар да болады. Өте жұмсақ, сондай нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, подписация белгісін басып тіркеліп, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ажар, келесі видеоларда кездескенше.